Barşаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда өте дәмді әрі тез дайындалатын, тек қана 3 жұмыртқадан жасалатын чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Үш жұмыртқамызды шағып, оған жарты шай қасық тұз және жарты шай қасық ас содасын қосып жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызды аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Бізге жалпы 300 грамм ұн қажет болады. Дайын қамырымызды осылай 10 минут демалдырамыз. Енді қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Бұл қамыр бір-біріне мүлдем жабыспайды. Осылай оқтауға орап, ортасынан бөліп, бөліктерге бөлеміз. Жіп-жіңішке етіп кесеміз. Қызып тұрған майға аз-аздан салып қуырып аламыз. Араластырып тұру қажет, өйткені өте тез піседі. Енді сироп дайындайтын боламыз.
бізге 200 грамм қант, 200 грамм бал және 100 мл су қажет болады. Араластырып тұрып, сиропты 5 минуттай қайнатып аламыз. Сиропты ыстық күйінде жақ-жаққа құйып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Енді ыдысқа салып, бетін қасықпен басамыз. Бетін пленкамен жауып, қолымызбен тағы да басамыз, өйткені турағанда шашырап кетпес үшін. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қоя тұрамыз. Міне чак-чак дайын болды. Өте дәмді болды. Балаларға қатты ұнады. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналымның дамуы үшін тіркелуді ұмытпаңыз және қоңыраушаны басуды да. Каналымның дамуы үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.